Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Келіп жеткен Рамазан айы баршаңызға құтты болсын. Дұға тілектеріңіз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Қылған құлшылықтарыңызды Алла тағала қабыл етсін. Жалпы бүгін біз сіздермен бірге Түркиядағы Рамазан туралы сөйлесетін боламыз. Түркияда Рамазан айы өте ерекше тойланады. Естіліп тұрмас, сіздерге екінті намазынан азаны оқылып жатыр. Сосын Рамазан нандары болады. Түркияда біз негізі біздің семьямыз особо андай обычный нан алмаймыз. Рамазанға арнайы лепешкалары болады. Ол Рамазан пидесі деп аталады. Ол нанды алу үшін барлық очередьқа тұрады. 2 сағаттап, 3 сағаттап. 20 лира. Үстіне жұмыртқа жағылғаны болады. Ол 25 лира. Қазір видеосын сала кетем, сіз сол кезде көрерсіздер қандай нан екенін. Жалпы ондай нандар Қазақстанда да бар деп естідім. Кейбір аймақтарында сондай лепешка түр дайындалады екен. Сондай нан үшін очередьқа тұрады. Түркияда осы шарда ораза айында жалпы көп адам қарапайым нанды алмайды. Обычный нанды осындай Рамазан пиделері болады. Рамазан кезінде шығады бұлар. Осы пиделерді жейді. Осындай пиделерді аламыз. Бұл пиделерді алу үшін адамдар деген масқара кезекке тұрады. Свежий алу үшін. Мұнан бетінде жұмыртқасы жоқ. Сосын мұндай дәл осындайдың бетінде жұмыртқасы бар. Свежий кезінде өте дәмді. Осындай пиде деп аталады. Осыны жейді. Рамазан пидесі деп аталады. Қазақстандағы сияқты сосын барлық туыстар, таныстар, достар ауызашарға шақырады. Бірақ бұл жақта, білмеймін, біздің жақта сөйтіп қатты асығып тамақ ішпейді. Мысалы, ауыз ашар кезінде, азан оқынған кезден бастап, мысалы, мына жақта барлығы өте тез асығады, тамақ ішкен кезде тез байқалып қоймай. Негізінен сол дұрыс, бірақ қызықты, бізде ондай асығыс жоқ. Ал бұл жақта солай асығады. Одан кейін бұл жақта тамақтарды дайындаған кезде ауызашарға обязательно первый болу керек. Бірінші тамақ болу керек. Бұл сорпа, суп. Одан кейін ара тамақ деген нәрсе болады. Ол главный тамақ кейінге дейін тағы бір тамақ болу керек. Бұны жасамасаңыз да болады. Ол өз еркіңіздегі нәрсе. Одан кейін үшінші ол главное блюдо, басты тағам келеді. Басты тағам болған кезде тамағы қасына гарнирмен қоса бересіздер, екі тамақты да. Одан кейін үшінші қасында обязательно міндетті түрде салат болу керек. Одан кейін төртінші сіз ауызашарға шақырсаңыз, немесе біреудің үйіне барсаңыз, сізге обязательно десерт ұсынады. Ол десертті сіз өз қолыңызбен жасау керексіз. Неке осындай нәрселер біз сияқты осындай көп, мысалы біз деген Қазақстанда зефир, мармелад деп аламыз ғой, ондай нәрселер мүлдем алынбайды. Тек қана қажетті нәрселер ғана, не желінеді, соларды ғана жасайды, болды. Мен сіздерге видеода көрсетіп өтемін, соларды көресіздер, қандай тамақтар жасалады. Бұл алғашқы, оразаның алғашқы күнінен кейбір видеолармен бөлісетін боламын. Бізде көшелерде осылай естіп жатқан шығарсыздар. Көшеде осылай товарларды сатады. Сіздерге көрсетейін. Көрдіңіздер ме? Осындай жастық көрпелер сатады. Жаңа сіздерге көрсеттім, жалпы Түркияның көшесінде осындай бизнесмендер деп айтайын, сондай кісілер өте көп, арабасы машиналарына мініп, громкоговорительді алып, осылай өздерінің товарларын реклама жасап, әрбір көшенің арасынан бетіп өтіп, товарларын
сатады. Өте күшті бір маркетинговый ход. Сосын Рамазан тағы бір ерекшелігі, дауылшылар сәресіге 1-1,5 сағат қалған кезде сіздерді оятады. Кәдімгідей барабанның дүрсілінен оянасыздар. Енді бұл ескі заманның қалған қалдығы, бірақ өте Рамазанның келгенін сезіндіретін бір белгілердің бірі да, ерекшеліктердің бірі. Көп адамдар оны түсінбей жатады, бұны алып тастау керек емес. Я білем, ол бұрынғы заманда сағат болмағаннан кейін дауылшылар арнайы сөйтіп бекітілген да, жаңағы осындай уақыт қалған кезде жаңағы сәреге барлығын оятуымыз керек деп, сондай қызмет түрі болған кезінде. Ал енді қазір әркімнің өзінің сағаты бар, будильнигі бар деген сияқты. Қазір ол негізі қажеті жоқ нәрсе, бірақ ол дауылшылар қазір болмаса, Рамазанында бір андай қызық болып қалатын еді. Бірдеңесі кем сияқты болып тұрады. Мен енді жаққа үйренгеннен кейін кәдімгідей сол дауылшылардың өткенін қарап отырам да, қызық бір сезім, қызық бір көңіл күй береді адамға. Рамазанның келіп жеткенін сізге сезіндіреді. Сонысымен өте қызықты. Мінекей бізде Рамазан айы осылай тойланады. Мен әлде Рамазан туралы бірнеше блогта жүргізетін боламын. Каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі көріскенше сау болыңыздар.